Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен ең оңай шоколадты пирогтың рецептісін ұсынатын боламын. Бұл пирогпен торт жасай беруіңізге де болады. Бізге ең алдымен жұмыртқамыздың ақуызы мен сарыуызын бөліп аламыз. Қантымыздың жарты бөлігін ақуызымызға салып, тұз саламыз, жақсылап араластырып, бұл тәрізді меренга болғанға дейін араластырамыз. Меренгамыз дайын. Енді сарыуызымызға қалған қантымызды саламыз, сұйық майымызды құямыз, какаомызды және қайнаған ыстық суымызды құйып, араластырып, екеуін біріктіреміз. Какао қосылған массамызды меренгамыздың үстінен құйып, астынан үстіне қарай араластырамыз. Бенчиктің көмегімен араластыруға болмайды, масса басылып қалады. Ұнымызды разрыхлителді салып, араластырып, ұнымызды массамызға аз-аздан салып отырып араластырамыз. Бірден көп салып жіберуге болмайды. Солай астынан үстіне қарай араластырамыз. Жақсылап араластырамыз, қамып қалуы керек. Дайын болғаннан кейін формамызға құйып 150 градуста 40-45 минутта пісіп шығады.